Президент Қазақстанның екінші жетістігі ретінде экономикалық дамуын атап өтті. 2012 жылғы әлем экономикасына бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына енуге мүмкіндік. Біздің ең басты жетістігіміз дүниежүзі картасында мүлдем болмаған мемлекет құрдық, яғни тәуелсіз Қазақстан құрдық. Халықаралық деңгейде шекарамыз бекітілді, заманауи қарулы күштеріміз қорғау жүйеміз бар. Елбасының ойынша тәуелсіздіктің үшінші жетістігі бейбітшілік пен келісімнің үлгісі бола білуі. Осы тұрғыда ол мемлекеттегі Қазақстан халықтарының ассамблеясын атап өтті. Қазіргі таңда Қазақстанда жалпы сомасы 265 миллиард теңге құрылма шетелдік инвестициядан тартылды. Және сонымен қоса ең қиын кездерде бізде финансовый инвесторлар компаниялар елімізге келді. Сондықтан да Қазақстанға тек қаржы ғана емес, технология. Президент халықтың әл-ауқатын өсіруін бесінші жетістік деп атады. Ол 1996 жылы Қазақстанда кедейлік 35% құрағанын, 20 жылдан кейін бұл үлес 2,5%-ға төмендеген. Ал жетінші жетістік ретінде президенттің Қазақстанның ядролық қарудан бас тартуы мен ядролға қарсы қозғалыстың көшбасшыларының бірі бола білгенін атады. Қазақстанның тәуелсіздігінің алғашқы күнінен бастап өз идеяларын әлемге ұсынды. Тәуелсіздіктің бастауында біз ядролық арсеналдан бас тартып, Семей полигонын ядролық сынақ жаптық. Осы оқиғадан байланысты атаулы күн әлем. Жетістік интеграциялық бастамалар мемлекет басшысы атап өткендей 20 жылдан кейін тұрақтылық негізінде Ресей, Армения, Белоруссия және Қырғызстанның қатысуымен Еуразиялық экономикалық